Ал бауырлар, мен сіздерге жаңалда алдыда 28 және 29 ләм әлифпен қосқанда 29 әріпті өттік. Енді мақражды өттік. Енді сол 28 әріптің ішінде 9 әріпті өтетін боламыз. Әлифтен бастап санағанда 9 әріп өтетін боламыз. Және әріптер сөз басы, сөз ортасы, сөз соңы бөлінеді. Міне, мынау әлифтің сөздің басында жазылатын үлгісі. Мына қараңыз. Мына әлифтің сөздің басында жазылады. Әлифтің сөздің ортасында жазылатын, соңында жазылатын. Бәнің өзі сөздің басында жазылатын бә, сөздің ортасында жазылатын бә, сөздің соңында жазылатын бә. Енді мұны былай түсіндіреміз. Қараңыздар. Мынау бә, тә, фә. Яғни бә. Мынау тә, мынау фә. Яғни сөздің басында қалай жазылып тұр? Осылай түседі. Сөздің ортасында қалай? Былай түседі. Сөздің соңында қалай? Былай түседі. Яғни сөз жазылған кезде жазылу үлгілері осы қалыпта түседі. Енді осы жерде тағы бір айырмашылық. Әріптерге қарасаңыздар, нүктелерге ғана айырмашылық бар. Қалғандары жазылу үлгілерінің барлығы бірдей. Бұларды ажыратып тұрған нүкте. Сол себепті біз бә, тә, фәден кейін мынау нун және я әрпін алдық біз. Нун, я әрпін алу себебіміз сөздің басында ұқсас келеді, сөздің ортасында ұқсас келеді. Бұларды ажыратып тұрған, бесеуін ажыратып тұрған тек қана нүктелері. Араб тілінде жаттау үлгісі нүктемен болатын болса, сіздерге көп көмек етеді. Тек өзгеріс сөздің соңында ғана өзгеріске ұшырайды. Қайтадан өз қалпына қайтып келеді. Сөздің басында, ортасында бірдей болады жазылу үлгісі. Енді жим, ха, ха әріптері. Бұларды ажыратып тұрған тек қана нүктелері. Қараңыздар. Жимда нүкте бар, нүкте жоқ, нүкте үстінде. Үшеуін ажыратып тұрған нүктелері. Сөздің басында, ортасында, соңында. Сөздің басында жазылады, ортасында жазылады, соңында жазылады. Сөздің басында жазылады, ортасында жазылатын түрі, және сөздің соңында жазылатын түрі. Ал бисмилла бауырлар, енді сіздерге 9 әріптің сөз басында, сөз ортасында, сөз соңында жазылатын үлгісін көрсеттік. Енді бұған сіздерге бүгін тапсырма ретінде хареке қоямыз. Яғни әріп және хареке екеуін қосып сөз шығарамыз. Қазір фатха деген харекені өтетін боламыз. Фатха. Яғни жіңішке әріпте ә, жуан әріпте а дыбысын беретін хареке. Ол хареке әріптің тек қана үстінде қойылады. Тек қана әріптің үстінде қойылады. Мына қараңыздар. Тек қана үстінде қойылады. Енді осы жерде әріппен не қосылған кезде қараңыздар, мына жерде мысалға мынаны әріп деп алдық. Осыған мынандай хареке келген кезде екеуі қосылып бә деген дыбыс шығады. Мысалға бірге бірді қоссаңыз екі, я, мысалы неге? Мына бірді әріп деп аласыз, а мынаны хареке деп аласыз. Яғни ә харекесі мынау. Яғни әріппен хареке қосылады, әріппен хареке. Әріпке харекені қосасыз. Харекеге әріп қосылмайды еш уақытта. Әріпке харекені қосасыз, сол кезде сөз шығады ортаға. Сол сияқты міне. Әріпке харекені қосасыз. Әріпке харекені қосасыз. Бә, 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 бә. Тә, қағида. Әріпке харекені қосасыз. Тә, тә, тә. Фә. Сақау барып, үнемі сақау айтылу керек. Фә, фә, фә. Мынаны қараңыз. Фә, фә, фә. Мына жерде жазылу үлгісіне ұқсас. Нә, 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 нә. Я, я, я. Жа, 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 жа. Ха, 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 ха. Х, 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 х. Мына. Мына жерге де сізге хареке қойып көрсетейін енді. Мынау үш әріп, дұрыс па? Үш әріпке хареке қойғаныңызда бә, тә, фә. Бә, тә, фә. Уже бір сөз шықты ортаға, міне бауырлар.